Сәлеметсіз бе Айдана? Үйіңізге шақырғаныңызға рахмет. Сізбен жақынырақ танысып өтсек, өзіңіз жайлы айтып берсеңіз бізге. Сәлеметсіздер ме? Есімім Айдана болады. Жасым 27-де. Осы Алматы қаласында Жасқанат ықшам ауданында тұрамын. Өзім мектепте жұмыс жасаймын. Бастауыш сынып мұғаліммін. Бір бала тәрбиелеп отырмыз. Жалғыз баламыз, тұңғыш баламыз десек те болады. Күйеуім жасы 30-да. Ол ауыл шаруашылық министрлігінде көмекші болып жұмыс атқарады. Қазіргі таңда көбінесе жұмыста, сондықтан қазір өзім бала тәрбиесіндемін және жұмыста жасаймын. Сол тағы да өзім жайлы айта кететін болсам, балам жайлы айта кететін болсам, баламның жасы 2,5-да. Қазір балабақшаға барамыз, бір аптадай болып қалды, балабақшаға жайлап үйреніп келе жатырмыз. Неге барамыз? Жүзуге барамыз. Тағы да қосымша баланы жаттықтыратын қосымша үйірмелерге барсақ па деген ой бар бізде. Енді әрбір ата-ананың ең басты маңызды ол осы баланың денсаулығы, сол баламыздың денсаулығы ең бірінші орынға қоямыз қазіргі таңда. Балаңыздың есімі Қадыр, иә? Иә, Қадыр есімі. Қадыр қазір 2,5 жаста. 2,5 жаста. Қадырдың денсаулығы жайлы айтып берсеңіз. Қадырдың бір аса қатты ондай бір созылмалы аурулар болған жоқ. Дүниеге келген кезде бәрі жақсы, Құдайға шүкір. Тек бізде иммунитет төмендеу болды. Шамалы төмендеу және жаңағы суық тиіп көп ауыратын болды бізде. Тершең болды, соның барлығы денсаулығына әсер етті. Кішкентай кезінде қазір денсаулығы қалыпты. Біз ең бірінші Дора Маринді осы интернет желісінен арқылы білдім. Өзімнің құрбым 2 қыздар бар, егіз қыздар, соған беріп жүрген. Соған маған ұсыныс тастады. Осы Қадырдың иммунитетін көтеру мақсатында денсаулығы төмендеу болып еді ғой, осыны көр деп, алып көр деп ұсыныс тастады. Одан бірден ойланбастан осы Дора Мариннің жаңа сайт арқылы, интернет желісі арқылы тапсырыс беріп көрдім. Ең бастапқыда бірінші курсын, 4 банкасын, 4 құтысын іштік. Біз бірден көрсеткіш болды. Тершеңдік мүлдем жойылып кетті десем де болады. Жаңағы тамаққа деген тәбеті арылды, кәдімгідей жақсы болды. Одан кейін біз үзбей ішуді ұйғардық. Өзі осы немен, күйеуімен ақылдасып, сөйтіп үзбей ішіп жүрдік. Тек арасында сол кеңес берді бізге, 2 ай көлемінде үзіліс жасап, одан қайтадан бастайсыздар деп. Сөйтіп 2 ай көлемінде үзіліс жасап, сосын қайтадан міне тағы да өстіп алып қолданып жатырмыз өнімді. Демек, Айдана, сіз бірінші нәтижесін Дора Мариннің бірінші курсында көрдіңіз, нешінші банкасында? Біз оның 4 банка берілді, сол 4-ші банканы аяқтағаннан кейін біз сол кезде көрсеткіш көрінді бізге, нәтиже болды. Жақсы. Айдана, сіз құрбыңызда 2 егіз баласы бар дедіңіз, иә? Мысалы, сізге құрбыңыз Дора Марин жайлы айтып бергенде, ол қандай әсерін айтты? Қыздарына қандай әсер алып келді Дора Марин? Оның қыздары 7 айлық болып туылған болатын. Сосын оларға көптеген витаминдер жетіспеушілік болды. Ал болмағанның түсіндіру бойынша Дора Марин құрамында бірнеше витаминдердің жиынтығы болды деп айтты, түсіндіріп. Сондықтан сол витаминдердің барлығы балаға өте жақсы әсер етті, балам ауырмайтын болды деді. Бір жай ғана салқын сквозняк болса ауырып қала беретін болған қыздар. Ал қазір жеңіл киіндіріп жүрем, қорықпаймын, жақсы нәтиже көрсетті деп сол айтқан болатын. Соны көріп, қыздардың нәтижесін көріп, менде неге балама бермеске деген ой туындады. Сосын алып, мен осы өнімді көрдім. Айдана, сіз мысалы Дора Марин курсын ішіп болған соң нәтиже көріп, өз құрбыларыңызға кеңес еткен жағдай болды ма? Болды, әрине. Біз бірінші курсты толықтай аяқтағаннан кейін мен өзімнің күйеуімнің жолдастарының жұбайларымен жақын қарым-қатынастамыз, өзіміздің ортамыз араласатын. Сол өзімнің ортама неткен болатымын, яғни кеңес берген болатымын. Бірден осы курсты аяқтадым, көрдік, біз балам осындай нәтиже көрсет, жақсы болды деп айтып едім. Барлығы басында сенген жоқ, енді әрине. Сосын біреуін көріңдерші деп осы өзім бердім да, 1 банкасын беріп. Сөйтсем, жаңағы біздің араласатын ортамыздағы жолдасымыздың баласы өте жақсы нәтиже беріпті 1 банкадан. Сонда әр баланың өзінің организміне байланысты әсер етеді деп ойладым өзім. Сондай ой түйдім.
қазір рахмет айтып, қазір ол да алып жүр менімен бірге жарысып. Мен Дора Марин өніміне өзім алғысым шексіз. Себебі осындай қазақстандық, өзіміздің отандық өнімнің арамызда пайда болғанына өте қуандым. Себебі мысалы қазір шет елдерде бар неше түрлі витаминдер, айхерб тағы неше түрлі көп қой. Оның барлығының мысалы сенім жоқ, құрамында не бар екенін білмейміз, қандай химиялық заттар бар екенін білмейміз, оның баланың денсаулығына алаңдаймыз. Мүмкін керісінше иммунитет төмендеп кете ме деп алаңдап, осы өзім ұзақ іздедім, негізі осындай қандай витамин жиынтығын берсем болады екен деп. Сол осы Дора Маринді кездестіріп, біздің өмірімізді жарқын, айқын етті десем де қателеспеспін. Себебі баламыздың денсаулығына өте жақсы, жағымды әсерлерін тигізіп жатыр. Сондай денсаулығы жақсарды десем де болады.